Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда көктемгі күтім, ең маңызды күтім мұз күпарысымен өңдеу жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер Жомарт Кезет каналына тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырсаңыздар ағайындар. Енді көпшілік сұрақ қойып жатады, неге менің ағашым жазда кеуіп қалады, неге жемісі піспей жатып түседі деген көпшілік сұрақтар қояды. Мұның ең басты себебі көктемгі күтімнің кешігуі. Бүгін біз жеміс ағаштарын жуу деп аталатын маңызды процедура мыс купарусымен өңдеу туралы айтамыз. Бұл жай ғана химия емес, бұл ағаштың болашақ өніміне салынған инвестиция деп айтсақ та болады. Мыс купарусының пайдасы ұшан теңіз. Біріншіден, бұл ең мықты функцидид. Ол ағаш қабығындағы саңырауқұлақ спораларын, парша, антракноз және манилиоз сияқты қауіпті ауруларды тамырымен жояды. Екіншіден, ол ағаштың ерте қартаюынан сақтайды. Ескі ағаштардың діңіндегі мук пен қынаны кетіріп, ағаштың тыныс алуына жол ашады. Үшіншіден, бұл өсімдіктің мысқа деген мұқтаждығын өтейтін тыңайтқыш іспетті. Әсіресе біздің Маңғыстау өңірлерінде минералдардың тепе-теңдігін сақтау өте маңызды. Бірақ дәрінің де мөлшері бар екенін ұмытпау керек. Орынсыз қолданылған купарус ағашқа пайда емес, зиян әкелуі мүмкін. Уақыттан кешікпеңіз. Егер ағаш бүршік жарып, жасыл жапырақтары көрініп тұрса, онда мыс купарусын шашуға болмайды. Әлі жапырақ шығармаған ағаштарға ғана шашу керек. Мөлшерді де ұмытпаңыз. 10 литр суға 100 грамм. Бұл қалыпты жағдай. Бұл 1% ерітінді деп аталады. Одан асырмаңыздар. Егер одан асырсаңыз, топырақта мыс жиналып, кейін өсімдіктің өсуін тежеп, зиян тигізуі мүмкін. Енді қолдануында металл ыдысқа қолданбаңыз. Химиялық реакция жүріп, ерітіндінің күшін жойып жіберуі мүмкін. Тек пластик және шыны ыдысты таңдаңыз. Қазір наурыз айының соңғы күндері бұл ең қолайлы уақыт. Ертең күн жылып, жер жібіп, ағаштар жапырақ шығарып кеткен сәтте оны қолдануға болмайды. Енді ерітіндіні тек діңгегіне емес, ең ұсақ бұтақтарының ұшына дейін жеткізіп, шомылдырып шығу керек. Тіпті ағаштың айналасындағы топыраққа да шашқан артық болмайды. Себебі ауру қоздырғыштары сол жерде қыстап шығады. Жұмыс кезінде желдің бағытын ескеріңіз және міндетті түрде қорғаныс киімдерін киіп, көзіңізге очки, маска деген сияқты өзіңізді де, бақшаңызды да сақтаңыз. Мынау енді жаңағы айтқан мыс купарусы, енді осыны ерітіп қолданып көрсетеміз. Мынау 100 граммдық мыс купарусы, осыны 10 литр суға ертеміз деп айттық. Енді бұны әуелі ең бірінші осындай 1 литрлік жылы суға ертіп аламыз. Мұздай суға салып ерітуге болмайды. Бірінші өзін бөлек осындай 1 литр суға, жылы суға жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Әбден барлығы ерігенше араластырамыз. Жылы судар жақсы еріп, жақсы өзінің есіне шығады. Жақсылап араластырып, 3-4 минут қойдық, әбден араласты. Мінекей жақсылап әбден араластырдық. Енді мына 9 литр суға қосамыз. Өзі 1 литр, мына 9 литр, сонымен 10 литр суға 100 грамды еттік. Осығанда жақсылап араластырамыз. Көк түсте болады. Біздің мыс купарус араласпамыз, қоспамыз дайын болды. Мінекей, енді қауіпсіздік ережесін сақтап, талдарымызға шаша берсек болады. Қазір қалай шашу керек екенін көрсетеміз. Дайын болған қоспамызды мінекей мынандай өз арнайы шашатын дайындап қойғанбыз, қолдан жасалып, обескрыватель механический. Осыған құйып аламыз. Мынаның іші 10 литр алады, как раз 10-12 литр алады. Осыған құйып аламыз. Осыған толтырып құйып, сосын ары қарай талдарымызға, жеміс ағаштарымызға шаша берсек болады. Қоспамыз дайын. Шашар кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Қолғап, көзімізде очки, аузымызға маска, бетімізге маска тағуымыз керек. Болды. Қазір шашамыз. Мінекей дәл осылай қауіпсіздік ережесін сақтап, қолғап, маска, очки бәрін осылай қауіпсіздік ережесін сақтап, осылай ағаштарымызға шашамыз.
жаңа айтқанымызда мінекей барлығын діңгегін қалдырмай міне шомылдырып шығамыз. Бастан аяқ. Дәл осылай шаша бересіңдер. Бұл ертеңгі күні мол жеміс берудің басты бір негізі болып есептеледі деп ойлаймын. Осылай жеміс ағашыңызды күтіп баптасаңыздар болады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға қосып, комментарияға жазып, қолдау білдіріп отырсаңыздар ағайындар.